Сабыр тілеймін, рахмет жаным. Бұл менің қазағым, бұл менің ұлтым, бұл менің нәсілім, бұл менің тұқымым. Бұлардың бәрін жақсы көрем. Осы сұрағымен жақсы көрем. Мен анау түкірігім жұтайын ба, түкірім жұтпайын ба дегеннен бәрін жақсы көрем. Өткен басқа вариант жоқ, маған басқасын ешкім бермейді. Осы менің бар ұлтым. Аллаға мың шүкір. Сіздер аман болыңыздар. Пітір алған адам ол да пітір беру керек па дейді. Әлбетте береді. Неге бермейді? Енді ана бай болса бермейді деген сөз бар, кедей бай болмаса. Егер де үлкен кісі ауыз ашарда тамаққа мін айтса, не болады бастан өтті дейді. Не болады дейді? Табағыңды жақсыла. Мен жағаласайын деп пен еді. Не жесең же, жемесең қой деп. Үлкен кісілерге сөйтіп жағаласыз ба? Енді болады, кейбір адам аузына ие бола алмайтын, мінезі шатақ адамдар болады. Айтпау керек негізі. Но бывает, люди айтып қояды, ауыз сондай. Онымен жағаласпаңыздар, иә? Алла тағала баршаңызға риза болсын. Бүгінгі айтатын негізгі тақырып пайғамбарлардың мирасын айтып бергім келіп тұр сізде. Осы отырған 12 мың адамда, 15 мың адамда сол мінез бар. Бірақ кейде біреуімізде көп, біреуімізде аз. Пайғамбарлардың мінезін айтқым келіп тұр. Адам ата алған Жебірейіл періштеден. Сөйтіп адам ата баласына берген, баласынан баласына өткен, пайғамбарларға өткен, яғни сіздерге де өткен осы нәрсе. Сіздерге сол пайғамбардың қасиеті бар. Пайғамбардан пайғамбарға өткен 4 қасиет бар. Соның біреуі тісті мисуагы, содан кейін қарапайымдылығы, одан кейінгі нәрсе бүгінгі айтып берейін сіздерге, ұлы нәрсенің біреуі ол ұят. Мұсылман адамда ұят болуы бұл иманның барлығына дәлел. Ұяты болған адамда мінезінің жақсы болғанына дәлел. Ұяты бар адам Аллаға жақын болғанына дәлел. Өзі ар мен ұят мұсылманның ең ұлы қасиеті. Мән хаяун лаху ва ла иману ла. Кімде ұят болмаса, ода иман жоқ, имансыз адам ол. Сондықтан ұялу керек. Адам Құдайдан ұялады, елден ұялады, өзінен өзі ұялады. Ұяттың 3 түрі болады. Енді осы ұятты сіңірген адам бұл жақсы адам. Енді қанында, табиғатында, жаратылысында ұяты болса, бұл тамаша. Сондықтан балаларыңыз ұялшаң болса, ұяң болса, қуана беріңіз. Бұл имандылықтың бірден бір белгісі. Бірақ кейде болады, бір болмайтын, ұялмайтын жерде ұялу керек болады. Ол енді ұяттықты көрсетпейді. Оған жеке тоқталамыз. Ұят мұсылманның Алланың елшілерінен алған «Ида лам тастаи фафна ма ши'та». Бүкіл ойыңа келгенді істей берсең болады, ұятың болмаса дейді. Ұятың жоқ па дейді, істей бер дейді. Хайуан сияқты, хайуанның істеген істей берсең де болады сен үшін дейді. Яғни адамның адам болып қалыптасуының бірден бір көрсеткіші ұят. Сондықтан кейбіреу мен осындаймын деп бақыра береді ғой, сондай жақсы емес. Қазір сол ұятты біз ұстауымыз керек. Ары, намыс. Енді ұят пен ардың екеуін ажырата алмай жүргенде бар. Ұят істеген ісіне ұялу. Ар істердің алдында ұялу. Осыны істеп қойсам не болады деп. Сол үшін ұяттан қазақта ар жоғары тұрады. Ар жоғары тұрады. Арланбайсың ба деген сөз істемей тұрып айтылды істелген нәрсеге. Ал енді істеліп қойған нәрсеге ұят жүреді. Сондықтан кейде болады, біреулерді ұят болмайды. Жаңа жазып жатсыз ғой, мен көріп тұрмын, жастарда ұят жоқ деп. Ол айтпаңызшы. Менің айтым ғой, менің қазағым жастарымда ұяты болмаса да, ол менің қазағым, ол менің ұлтым, менің нәсілім, ол менің тұқымым, ол менің балашағым, болашағым. Соларда да келет бұйырса. Жамандай бермейік, бізге жақсыны ешкім бермейді. Сіз жамандағаннан бізге жақсы балаларды ешкім әкеп бермейді. Сондықтан да біздің балаларды жамандамаңыздар. Кімнің баласы болса да ол менің балам. Оның ісі жаман. Бірақ біз соны түзететін бізбіз. Бізге басқа қазақты ешкім әкеп бермейді. Мына бір басқа ұлттарынан кішкене әкеп берейінші, жақсымызды бермейді бізге ешкім. Сондықтан жақсылықты біз бірімізге жәрдемші болайық. Ұят бұл ең ұлысы әлбетте Алладан ұялу. Адами қасиетте адам өз-өзінен ұялу. Содан кейін елден ұялу. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам уақытында бір сахаба біреуге ұят туралы түсіндіріп тұрғанда, пайғамбарымыз қайтарып жіберді дейді. Айтады, жоқ, бұлай айтпай ақ қой. Ұят адамға айтып сіңіретін нәрсе емес деп айтты дейді. Сондықтан да ұят әлбетте кішкентай балаларға айтып, үйретіп, тәрбиелеуіміз керек. Ұялуды, ұяттана беті қызарды деген қазақтың бір сөзі бар ғой. Осы нәрселер сізбен біз үшін маңызды. Ұяттың ең көбі еркекте болу керек па, әйелде болу керек па? Құрметті қарындастар, әйел кісілер, сіздерде болу керек. Сіздерде ар намыс ұят жоғары болса, еркек аяғын тартады сіздерден. Ұятты әйелдер ұстау керек. Қиын түсінем, бір әйелде ар намыс болса,
еркек аяғын тартады бәрібір. Сондықтан Алла субханала тағала адамды хайуаннан артық қылды ұятпенен дейді. Хайуанның үстіне секіре береді. Күйлеген кезде оған бәрібір адам тұрма, жәнді басқа мал тұрма, секіре береді. Неге? Өйткені ода ұят жоқ екен да. Сондықтан да сізбен бізде хайуаннан артықшылығымыз ұят болады. Үйде кейбір әкелер, мына қазір көріп отқанда, тамақ ішіп отқанда бүйтіп іш киіммен отырғандар бар. Қойшы отырған не бар деп, өзім балам ғой деп. Тамақ ішіп отырып жел шығара беретіндер бар. Ода тұрған не бар, өзім ғой деп. Мен бір қазақтың әжесін көрдім. Үйінде күйеу баласы болған күні туалетке кірмейді екен. Қазір 98-де емес, әлі тірі. Ар намысың, ұятың жоғары болса, Алла саған жасыңа жас, абыройыңа абырой, берекеңе береке береді. Сондықтан ұят маңызды нәрсе. Исламның мінезі болады. Ислам дініміздің мінезі бар. Инна ликулли динин хулқ. Барлық діннің мінез құлқы болады дейді. Хулқыл исламил хая. Исламның дініміздің мінезі ол ұят болады. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Осман кіргенде ұяла деген. Осман кіргенде, Осман келатыр дегенде, бетіп үстін тартып түзеліп сөйте деген. Сахабалар енді біз келгенде олай істеген жоқсыз. Осман келгенде жантайып жатсаң отыра қалдыңыз дегенде Османнан періштелер ұялады деп айтады. Соншалық дәрежеде ұяттан жоғары кемелдікке жеткен кісі Осман радиаллаху анху болады. Алла ол кісіден разы болсын. Періштелер одан ұялған. Сондықтан ардақты қазақ елі. Біздің балаларымыз ұят, Абай атамыз да өзінің кітабында қара сөзінде ұят пенен иманды бір-біріне тығыз дос қылған. Біреусіз жүрмейді. Ұятың бар ма? Иманың бар. Иманың бар ма? Ұятың бар. Ұятың болса, иманың болады. Егер иманың кетсе, ұятың кетеді. Ұятың кетсе де иман кетеді. Бұл бір-бірінен ажырамайды. Сондықтан ардақтылар, Алла субханала тағала балаларымызға ұятты, ұялуды, сол іштегі бар жақсы қасиетті шығаруға үйретейік. Ұятты болайық, арлы болайық, намысты болайық. Алла баршаларыңызға риза болсын. Ораза ұятты оятатын, ұятты бетке алып келетін қасиеті бар. Ұялайық. Ұятымыз болсын. Алла разы болсын.